өздері не қылады қинағанда біз ештеңке қылмаймыз ғой бұл Атап айтқанда бұл жерде адам өлімі болды. Алдыңғы жылдың несінде шілде август айында мына жерде фуралардың кесірінен балам машина соғып кетті. Аяғы сынып 5 баланы соққан, өзінде ең пострадавший мен балам болды. Кейбір тұрғындардың тарапынан мұнда даулы мәселе көтеріліп, мұнда заңсыздықтар орын алуда деп әлеуметтік желіде өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Көре алмайтындар адамдар болады негізі. Соған жан-жақтан блогер бар, басқасы бар, сөйлеп түсіріп, ана акт болды, жоқ болса да жұмыс бастап кетті деп, бізге енді оны бастап кеткен себебіміз единственный аудан әкімшілігімен жаңағыдай силовой структуралар енді жолдан босатыңыздар, тезірек бетон құйыңыздар, кіргізіңіздер деген өтініш болған. Содан кейін кіргіздік. Енді аналар арыз жазып, парыз жазып, сот тасып. Күніне кеден бекетінің мәліметі бойынша 400-ден астам машина кіріп шығады. Бұрын Қазақстан, Өзбекстан шекарасында жүк көліктерінің ұзын сонар кезегі жергілікті тұрғындарға едәуір кедергісін келтіретін еді. Бұл мәселе қазіргі таңда өз шешімін тауып, шекара маңынан арнайы автотұрақ салынды. Енді бұнда жүк көлік иелеріне барынша жағдай жасалуда қазіргі таңда. Алайда жергілікті кейбір тұрғындардың тарапынан мұнда даулы мәселе көтеріліп, мұнда заңсыздықтар орын алуда деп әлеуметтік желіде өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Енді осы мәселенің ақ-қарасын білу үшін дәл осы жерге біз түсірілім жұмыстарын жасауға келдік. Бізбен бірге болыңыздар. 2024 жылдың 16 сәуірінде іске қосылған бұл автотұрақтың жалпы аумағы 6 гектар, қазір оның 2 гектар игеріліп, тәулігіне 350-400 жүк көлігін қабылдай алады. Жүргізушілерге тамақтану орны, монша және намазхана жұмыс істеп тұр. Алдағы уақытта көлік жуу орны мен қонақ үй салу жоспарланған. Аянка 24 жылы 16 апрельде іске қосылды. Бірақ алдында бұл жердің документтен дайындау үшін почти 1 жыл уақытымыз кетті. Бұл жерді біз дайындау үшін аудан әкімшілігі осы жерді бізге 6 гектар жерді бөліп берді. 6 гектар жерді бөліп берген себебі осында бізге өтініш қылды. Мына жол бойында машиналар көп болды. Сол жолда тұрған машинадан өтіп көтем деп, арасына қысылып өтем деп, талай адамдар жарақат алды. Содан аудан әкімшілігі бізге осындай кәсіпкер ретінде келіп өтініш қылып, осында стоянка ашыңыз таможня жанына деп. Соған бізге 6 гектар жерді бөліп берді. Басында рауан ашты. Соның ішінен ИПС келіп бізге қазіргі таңда осы жерде істеп жатыр. Мына жерде қазіргі таңға 2 гектар жерді бетондалды. Биіктігі 30 сантиметр армированный, что мына үлкен жүк машиналары жаңа елдегі батып қалмау үшін, осындай жағдай жасап жатырмыз. Енді осы 24-16-тан бастадық. Кассовый аппарат бар. Ол жерде 4 адам сменмен істейді. Күндіз сменмен істейді. Келген машиналар кірген кезде талон алады. Талон. Сөйтіп очередке тұрады. Бағасы 3000 теңгеден, суткасына 3000 теңге. Енді осы құрылыс азыр жүріп жатыр. Енді мына осы шоферлерге жағдай жасау үшін біздер осы жерде тамақты, поселка бар, тамақтанбау үшін жанынан столовойлар ашып жатырмыз. 4-5 столовойымыз бар. Енді осылардың шоферлердің өтініш бойынша 2-3 күн тұрып қалған жағдайлар болды. Сондықтан мына жерде сіздерге көрсетеміз. Банямыз бар. Баняның құны бір күнде бір түскені 1000 теңгеден ыстық сылы жуы бар, и пар бар. Намазханамыз бар. Жаңағыдағы мүмкіншілікше осы шоферлерге жағдай жасауға тырысып жатырмыз. Біз енді кіргенде талон дедік қой. Талон береміз. Әзіргі біздің уақытпен талон беріп жатырмыз. Енді біз таможнямен келісіп жатырмыз. Таможняда электронный таможня табыла алады, и электронный бізде таможня болады. Сондай бір аппараттар бар екен, төбедегі бастықтар айтып жатыр, қойып береміз. Сонда ана жақта таможня шақырған кезде пәлен номерді
жаңа сондағыдай болады. Соған әрекет жасап жатырмыз. Енді оны бірден не ала алмайды, ол жаңағы жақын күнде соны қосамыз. Енді мына стоянка әзірге 350-400 машинаға есептелген бетонымыз. Енді тағы да расширение жасайын деп жатырмыз. 600-700 машинаға бетондар енді құрылыстар жүріп жатыр. Жан жақта құрылыста бір қателіктер болады екен. Бірінші мына қандай магистрал екенін білмедік. Енді әзір бізге айтты. Магистрал Б екінші категориялы жол екен. Ана жолдан от оси дороги 30 метр ал деп жатыр. Мына соны алды бұзылып жатқан сол жағдайға байланысты. 30 метр бері құрылыстарымызды бір қоямыз. Түбінде негізі бұл жерде СВХ салынады, біздің ген пландарымызда. СВХ салынады, таможня кірген машиналар осы жерде растаможка қылынады. Содан кейін осы шоферлерге стационарный, мынандай кішкентай вагончиктер емес, 2 или 3 уровеньде гостиница саламыз. Содан кейін мойка саламыз. Машиналар бізден таможня көп жалып түсіп жатыр. Өйткені машиналар таможняға таза болып бару керек екен. Мына алдында бізде таможня жанында мойка болған, да, бірақ ол мойканы әзір жаңылдегі заңсыз екен. Қазір автожол жолдың бойында 30 метр олар қойдырмай жатыр. Сондықтан олар бізге өтініш қылып жатыр. КАМАЗды осындай территориялар үлкен ғой, мойка жағдайын қарастырамыз. Ол үшін бізге енді әзіргі таңда бізге ауылдан су келу керек. Ауыз суын әкімшілікпен келісіп, енді құрылыс жүргізеді, и газ керек. Мына сметный документацияның бәрін төбедегі және ИП-ның егелдер дайындап жатыр. Осы аптаның ішінде дайын болады. Соғынан кейін бар, біз капитальный құрылыстар бастаймыз. Жауапты өкілдің сөзінен кейін мұнда тұрақтап жатқан жүргізушілердің пікірінде тыңдадық. Олар рахметін айта отырып, өз ұсыныстарын жеткізді. Жолдың бойына қоятынбыз, ал қазір арнайы тұраққа тоқтаймыз. Мұнда кейбір қолайлықтар бар. Тамақтанатын орын, керек жарақ сатылатын дүкен, жөндеу жұмысын жасауға болатын орын. Жалпы жағдай жақсы. Бұрын мұның ешқайсысы да болған жоқ. Құрал жабдық та, дәретханада болмайтын. Жолда әбігер болып жүретінбіз. Енді бәрі басқаша. Бірақ басқа мәселелерде туындап жатыр. Біз бұл жерге біраз уақыттан бері келіп жүрміз. Бірде таңғы 10:00-де келдім. Жақын жерде тұрамыз, үнемі осында жұмыс істейміз. Қазір Қазақстан мен Өзбекстан жағдайындағы жағдай бұрынғыдан да жақсы, аз да болса да реттелді. Мен жүк көлік жүргізушісімін. Мұндағы жағдай жалпы қалыпты, жақсы. Біз бұрын жолда тұратынбыз. Кезекте жолдың ауырлығы да, дәретхананың қолайсыздығы да кедергі болатын. Қазір арнайы жағдай жасалып жатыр. Монша бар, асхана, біз сол жерге тоқтаймыз. Келісімге ешкім қарсы емес. Бәрі жақсы. Егер жағдайды бұдан да жақсарта түссе, тіпті керемет болар еді. Қазір ыңғайлы болып қалды. Баяғыда көшеде тұрады дедік. Қазір стоянка дұрыс болды, машинаны қоямыз. Үйге барып, бемара демалып, келіп, очередьпен кәдімгі өтеміз. Өзі бияққа өтеміз. Кетеміз арғыры, Өзбекстан, арғыры шекара дәліш кете береміз. Келеміз, ыңғайлы болып қалды үшін бұл таможня бізге қазір. Мана көшеде тұрғанша мынау дұрыс болып қалды. Жақта қауіпті еді. Иә, ояқта қауіпті еді. Көшеде машина көп, движение көп. Қазір мынау дұрыс болып қалды негізінде. Не қажет бұл жерде? Енді мынау жаңа асфальт неғысы бәрін дұрыстаса негіз жақсы болады. Осы жерлерде енді дұрыстап неғысы болды. Өте керемет болады. Келеміз, машиналарды қойып қоямыз. Сөйтіп бемара очередьпен шыға береміз. Сіздерді ешқандай қинау болай емес? Бізде жоқ онда, бізде жоқ. Онда бізде не қылып қинағанда біз ештеңе қылмаймыз ғой, берді. Очередьпен келеміз, как положено очередьпен шығарып жатыр. Бәрін камера наблюдениемен как положено шығып жатырмыз біздер. Бұл жұмыстардың барлығы әкімдікпен келісілген түрде олардың қолдауымен жүзеге асып отыр. Жамбыл ауылдық округіне 4 ауыл кіреді, 12 мыңнан аса тұрғыны бар. Бұл елді мекендердің бәрі шекара маңында орналасқан. Әкімдік қызметкерінің айтуынша қазір бұрынғыдай ұзын сонар кезек жоқ, тазалық та, қауіпсіздік те айтарлықтай жақсарған. Бізде Жамбыл ауылдық округінде 4 елді мекен орналасқан. Жалпы халқының саны 12.240. Бұл 4 елді мекенде Өзбекстан Республикасымен шектесіп отыр. Шекара өте жақын, ең алыс дегені 3 шақырым, қалған 1,5 шақырда, кем 1,5 шақырымда орналасқан елді мекендеріміз. Енді бұның ішінде ең бізге
атамекен кеден бекеті орналасқан Жамбыл ауыл округы, Жамбыл елді мекенінде. Ол жерде 4600-дей халық бар. Одан кейін ол жер жаңағы шекаралық аймақта орналасқан екен, күнделікті жаңа жүк көліктері кіріс шығыс болып жатады. Жаңа күніне кеден бекетінің мәліметі бойынша 400-ден астам машина кіріп шығады. Жүк көліктері. Қазіргі таңда ол жаңағы халықаралық кеден аймағы болған екен, ол жерде тазалық жұмыстары тиісті мекемелерде жүргізіліп отырады, күнделікті бақылауда. Жаңағыда алғашқы кездерде енді бұл жерде кептелісті көп болатын жүк көліктері. Қазіргі таңда мынау атамекен кеден бекеті жаңартылуына байланысты қазір қалыпты жұмыс істеп тұр. Ешқандай келеңсіз жағдайлар орын алып жатқан жоқ қазір. Әкімдік қызметкерінің сөзі автотұрақтағы жауапты маман тарапынан да расталды. Бұрынғы ұзын сонар кезекте қазір жоқ, бәрі заңды, кассалық аппарат жұмыс жасап тұр. Төлемнің тиісті бөлігі мемлекетке аударылып отыр. Алайда осылай жасалып жатқан жұмысқа кедергі келтіріп жүрген адамдар да болған. Сот процесі кезінде ешқандай жұмыс жүргізу мүмкін болмаған. Қазір соттан жеңіп шықтық, тиісті құжаттар дайын болса, бұл жерді әрі қарай көріктендіреміз деп отыр. Енді бізге шейін осы стоянка жоқ кезде, мына мен осы жерде тұрғылықты адамын. Мына стоянка, мына жоқ қой енді. Болмаған екен не болды? Жолдың жанына қояды, алды Атакент поселкесінің ішіне кіріп кетеді. Оны мына жанына сыймаған екен, мына Мырзакент деген поселке бар. Сол жақ қарай тағы да 3 километр. Мына жолдың бойында көрдіңіздер ғой, жаңағы Майский пост жолдың бойында километрлеп. Тура сондай жағдай болып тұрған негізі. Азды таңда өздеріңіз көріп бастар, ешқандай жолдың бойында машиналар жоқ. Енді бір-екі шығар, мына бұзылып қалғандары болмаса бірден кірмейді ғой. Олардың да бастықтары бар, кірмей тұр, біз документ дайындаймыз деп. Жаңалдегіде бір-екі біраз замечаниялар бар бізде де айтқан. Мына отчасы кіріп кетіп жатыр деген. Енді былайда мына отчасы алады, документ номер келген кезде оның документ тұрмай қалады. Фитосанитариясы бар, басқасы бар. Содан кейін ол біз қалдырып қоямыз. Содан кейін ол бір күнде или жарты күн тұрылап келеді. Ол енді алып қоймай отчасы. Оны амал жоқ біз. Ана абылдары өтініш қыламыз. Мына өтіп кетті, документі дайын болмай қалды. Енді өткізіңдер дейміз. Оны біреулер түсінеді. Біреулер түсінбейді, айтады, ой, бай, бұл без очередь өтіп жатыр дейді. Оны бірақ енді рестіріп жатырмыз. Енді электронды болса, біз таможнямен сөйлесеміз, қандай болады? Жаңағыдай қап кеткен жағдайда қалай өткізіледі, оның бәрін шешіледі деген неміз, ойымыз бар. Ақылдасып шешіп жатсыздар, барлық жұмыстар? Иә, обязательно. Ол бұл жерде уже аудан әкімшілігімен, аудан прокуратурасы бар, комитет безопасности бар, бәрімен келісіп отырып істеліп жатқан нәрселер. Мына жерде өкіметке жаңағыдай касса аппарат тұру жерде, әр машинаның құны 3000 теңгеден, сол 3000 теңгеден өкіметтің нелері өзінің процентін алып, өкіметке құйылып отыр, уақытылы құйылып отыр. Біреудің жұмысын көре алмайтындар адамдар болады негізі. Соған жан-жақтан блогері бар, басқасы бар, сөйлекке түсіріп, ана акт болды, жоқ болса да жұмыс бастап кетті деп, бізге енді оны бастап кеткен себебіміз единственный аудан әкімшілігімен жаңағыдай силовой структуралар енді жолдан босатыңыздар, тезірек бетон құйыңыздар, кіргізіңіздер деген өтініш болған. Содан кейін кіргіздік. Енді аналар арыз жазып, бар жазып, соттасып, сол кезде жаңағыдай документтер берілмей тұрады екен, тоқтатып тұрады екен. Архитектурны құрылысқа ұрсат. Енді оның бәрі шешілді, аудан әкімі, облыс әкімдері келді. Олар бәрі ұрсат берді. Олар біздің немізді құптады. Чем жолда тұрып, көп жаңағыдай қылмыстық істер болғаннан лучше мына жерде қауіпсіз. Мына құрылыс, мына жұмыстың бәрі негізі халық игілігі үшін. Осы территорияда 40 адамда жұмыс істейді. Оны 12 адам ИП Рауанның несінде қызметкерлері, қалғандары кәсіпкерлер. Кафе ашты, жаңағыдай баня ашты. Тағы енді келешекте мына өздерін көріп шаң тозан болып жатыр. Мойканы, жаңа сіз алдын айтып өттім ғой. Аудан әкімімен келісіп, су мәселесін кіргізейін деп жатырмыз, газ мәселесін кіргізейін деп жатырмыз. Сондықтан мына үлкен машиналар шаң көп нағылады. Оған мойканы ашып, бір айдың ішінде мойканы іске қосамыз, осы жерден жуып, таможняға тап-таза күйінде жетеді.
Жоғарыда айтқандай, бұрынғы жүк көліктерінің кезегі ауыл тұрғындарына да едәуір кедергі болған. Автотұрақтан шыққан соң ауыл тұрғындарынан пікір алғанда қабырғамыз қайысты, қаншама адамның өмірі қауіпке ұшыраған екен. Осы жерлерде шекаралы аймақ бұл жер. Енді не бір машиналар кеп тоқтайды, фуралар. Бұл жерде жағдайлар болған. Енді бұл жерге машина тұруға біз қарсымызда біріншіден. Атап айтқанда бұл жерде адам өлімі болды. Мысалы бала-шаға мына магазинге кіреді, ыңғайсыз. Стоянка ашылып, ар жақта бәрі дұрыс болып қалды. Бұл жер ашылып қалды. Бұрынғы ондай жағдайлар болмайды енді. Алдыңғы жылдың несінде, шілде август айында мына жерде фуралардың кесірінен балам машина соғып кетті. Аяғы сынып, 5 баланы соққан, өзінде ең пострадавший мен балам болды. 2011 жылғы аяғы сынып, сонымен февральға дейін жүрді ғой, аяғы сынып, іріңдеп. Астанаға алып барып, ақырында сол Астанада операция істеп, іріңін тоқтатып, зона росты алып тастаған баланың аяғы. Қазір балам мүгедекте. Аллаға шүкір, басқа жағы денсаулығы жақсы. Одан кейін бір айтып өтетін жайым, қазір мына фуралардың кесірінен соқты машинен баланы. Содан қазір енді мына жолдың бәрі ашық, шашық емес, бәрі жақсы, жол ашық, главный. Адам шекараның жанына стоянка ашты, ашқан малдарға, кәсіпкерлерге молодец, рахмет. Сол фураның бәрін сол жерге апарып тықты, неге? Стоянкаға. Қазір жолдың жағасын бәрі ашық, беймарал адам жүріп өте береді. Жалпы сіздің балаларыңыздан басқа да зардап шеккендер болды ма? Иә, мына жерде бір жеңгей соғып кетті, фура. Жеңіл машина соқты, сол фураның артынан шығып қалған ғой кісіде. Ол да қайтыс болып кетті ол кісі. Бір ай жатты реанимацияда. Көп ондай жағдайлар. Айта берсең, қайсы бірін айта береміз оны. Онан кейін тағын бір айтып өтетін жайт, бала-шаға қиын, главный, мектепке барады, таможнядан фуралардың бәрі ағылып өтеді, ағылып тұратын жерде 3 километр болып. Одан кейін бала-шағаның несі, апасының сол. Одан кейін ол берді өкімет әжетхана істемеген ғой. Әжетханаға как попаласын шығады. И мусорный не жоқ. Мусор жан жақтың бәрі мусор. Біз барлық жақтың пікірін тыңдадық. Жауапты өкілден бастап жүк көлік жүргізушілері, әкімдік қызметкерлері және ауыл тұрғындарына дейін. Бұл тұрғыда дау туғызған адамдардың нақты уәжін түсінбедік. Халықта жүргізушілер де қазіргі таңда дән риза. Президенттің кәсіпкерлерді қолдау және әсіресе шекара маңындағы жағдайды жақсарту туралы сөзін ескерсек, кәсіпкерлерге тек уақыт берілсе, ол автотұрақты әрі қарай жақсартуға дайын. Ендігі бағасын көрермен өздері берсін, бәрін ашық көрсеттік.